Сауысқан мен қарға ертегісі. Ертеде бір сауысқан мен қарға болыпты. Бір күні ала сауысқан бір бұтақтан бір бұтаққа қонып, тынбай шиқылдай беріпті. Қасындағы құзғын қарға үндемей отырыпты. Сонда сауысқан: «Қарға, тамыр, сен неге үндемейсің? Әлде менің айтқан сөздеріме нанбай отырмысың?» депті. Оған қарға былай дейді: «Рас, сауысқан мырза, еркін наныңқырамаймын. Саны көп, сапасы жоқ сөйлеген мылжың шын сөзді азайтады деп білемін», дейді қарға. Осымен ертегіміз аяқталды.